Ассалаумағалейкум бауырлар, бүгінгі біздің видео обзорда Қытайдың седаны лифтбек автокөлігі Чанган Юнивей автокөлігі. Автокөліктің сыртқы дизайнына келетін болсақ, өте ерекше агрессивный етіп жасалынған 2023 жылғы 1.5 бензин турбина қозғалтқышымен капоттың астында 181 аттың күші бар автокөлік. Шамдары линзалы, күндізгі жарық шамдарымен алдыңғы және артқы бамперлеріне парктроник, дистроник толықтай қамтамасыз етілген. Автокөлік алдыңғы жетектегі 235-45 R18-дік жеңіл балқытылған өзіне жарасымды қараланған титандық дискілермен клиренсі 152 мм құрайды, 360 камера және есіктерінде 5 ключевой доступтары толықтай қамтамасыз етілген. Родной сиқыр ма, таза сиқыр болып тұрма, Қытайлар автокөліктің ішкі дизайнын өлтірген ғой шыны керек. Торпедаға қарайтын болсаң, барлығы өте жақсы, өте тамаша. 2023-тің жаңа дизайн деуге болады. Қолға ыңғайлы руль, мультирульдары, круз контрольдары, дауыс ассистенттері, минус плюс жапырақшалары және ортаңғы консольда 360 камера, сенсорлы аудиосистема, бір зоналы климат контрольдарымен, телефонды сымсыз қуаттағыш QI стандарты бойынша және бұл автокөлік 7 сатылы робот қораппен ұштасқан. Стақан салғыштары, дрейф модтары, 360 камералары және электронный ручник, автохол, шынтақ тірегіштері толыққанды қамтамасыз етілген. Өте жақсы дизайны, өте ерекше, 4 жақты стеклоподъемник қамтамасыз етілген. Жоғарғысында панорамный шатыр, панорамасы енді өкінішке орай ашылмайды. Ал бауырлар, Чанган Юнивей автокөлігіне тест-драйв жасап көрейік. 7 сатылы робот қорабы өзін қалай ұстар екен. 1.5 турбина болғандықтан қаланың ішінде өте жақсы жүрісті береді. Шапшаң автокөліктің бірі. Осы Чанган айдайтын адамдардың көбісі мақтанып айтып жатыр. Біз Toyota Camry 3.5-тердің жазасын беріп жүрміз осы Чанганмен деп. Сіз қалай ойлайсыз? Комментарияға жаза кетіңіз. Toyota Camry 3.5-пен Чанган жарасатын болса, қай автокөлік алар екен достар. Но бірақ былай автокөлікке келетін болсақ, әр автокөліктің өзінің бір минусы бар. Бұл автокөліктің минусы өзінің амортизаторларында деп ойлаймын. Амортизаторлары кәдімгідей жесткий деуге келеді, но бірақ кез келген бұрылыста өзін керемет байсалды ұстайды екен автокөлікте. Бұлайша айтқанда, жүрісі жақсы, тартысы мықты деуге келеді. Ішкі дизайндарда жақсы, өзін дрейф модында спортқа қоятын болсаң, кәдімгідей бір аттары қосылып, жақсы бір жүрісті беретіні бар екен шыны керек. Сіз қалай ойлайсыз? Комментарияға жаза кетіңіз. Автокөліктің артқы бөлшектеріне келетін болсақ, шамдары өте ерекше дизайнмен етіп жасалынған және де артқы багажникті ашу батырмасы. Багажникке келетін болсақ, бұл жерде сыйымдылығы 381 литрді құрайды. Запаска ключтері барлығы қамтамасыз етілген. Осында екі бірдей мұржалы выхлоптарымен бұл автокөліктің бензин сақтау қоры 51 литрді құрайды достар. Видео ұнаса біздің каналға тіркеліп, подписаться деген батырманы басуды ұмытпаңыздар, достарыңызға жіберуді ұмытпаңыздар. Чанган Юнивей автокөлігі.